Нұманов Ақан Шайдахметұлы 1933 жылы 30 сәуірде Талдықорған облысының Ақсу ауылында дүниеге келген. Ақан әкесі Шайдахмет алаш қозғалысына қатысқан. 1927 жылдан кейін Құдалауға іліккен Шайдахмет Талдықорған облысына кетуге мәжбүр болды. Әкесі Шайдахмет Ұлы Отан соғысында шейіт болған. Өзі әкесінің атамекені Қостанай облысы Амангелді ауданында тұратын Шаймерден ағасының қолында тәрбиеленді. 1921 жылы Амангелді орта мектебін үздік бітіргеннен кейін әуелі қазақтың тау-кен индустриясында институтында оқып, кейін Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінде журналистика оқып бітірген. Оның алғашқы еңбектерінде жас маман еңбек жолын өзінің өскен елі Амангелді аудандық социалистік шаруа газетінде бастайды. Мұнда ол очерктер жазып, елге танылады. Оның жүрек қаламның туындаған небір жазбалар сол кездегі қарапайым халықтың тыныс тіршілігін жан-жақты суреттейді. Жазушы Ақан Нұрманов Құланның ажалы романын жазып, сол кездегі қазақ әдебиетіне үлкен жаңалық келеді. Роман жазу жағынан өзгешелікке ие болды. Бұл әдебиет сарапшылар тарапынан айрықша бағаланады. Романның кейіпкері Амангелдінің үзеңгілі серігі сарбаз Құлмерген Кейкі батыр болатын. Құланның ажалы романы мен повесі орыс, чех, славян, неміс тілдеріне аударылады. Қазақтың көрнекті жазушысы Ақан Нұрманов 1968 жылы 35 жасында қайтыс болды. Құланның ажалы еңбегінде әлем әдебиетін зерттеп, оның негізінде жазған. Аңыз кейіпкер Кейкінің тағдырын өте жақсы білген. Заманның шындығын айту үшін реалистік әдебиеттің тәсілдерімен жазылған шығарма болды. Құлан жоғары ұстады деуге болады. Өкініштісі, Құланның ажалын аяқтай алмай кетті. Соңғы тарауын Қалихан Ысқақ ағамыз жазған болды. Кірсе, Құланның ажалы романы алғаш жарық көргенде оқырмандар арасында мынау баяғы Кейкі батыр ғой деген әңгіме жүрген. Расында басты қаһарман Құланның прототипті атақты Кейкі батыр екенін зерттеушілер де мойындайды. Жазушы Ақан Нұрманов аңыз кейіпкер Кейкінің тағдырын заман шындығымен астастыра отырып көркемдік шешім ұсынған. Шығармада ұлт азаттық көтерілістен кейінгі ел ішіндегі әділетсіздікті, шолақ белсенділердің оспадар әрекеттеріне шыдамай, ақыры қуғынға түсіп, өмірінің соңына дейін далада жалғыз жүрген батырдың тағдыры баяндалады. Романда ел мен ел тағдыры аңшылық пен далалы өмірден қырсырып шынайы бейнеленген жалғыз адамның түздеген өмірінің ерекшелігін тұмсықтайтын таңғажайып көріністеріне кейде қондыра суреттеуді оқырманды дәлелдейді. Шығарма соғыс кезіндегі ауыр кезінде өтеді. Елде тәртіп бұзылып, адамдардың мінезі өзгертіп, қаталдық күшейеді. Соғыс салдарынан табиғаттан зардап шегеді. Аң-құстар аяусыз қырылады. Құлан адамдардың соғыс кезіндегі қатыгез әрекетінің құрбаны болады. Құланның өлімі арқылы автор соғыстың шынайы бет-бейнесін көрсетеді. Оқиғаның шешімі. Шығарманың соңында Құланның қазасы жай ғана жануардың өлімі емес, адам мен табиғат арасындағы қатынастардың қайғылы түйіні беріледі. Құланның ажалы арқылы автор адам қолымен жасалған қатыгездік пен жауапсыздықтың ақыры трагедияға баратынын көрсетеді. Оқиға шешімінде кінәлі нақты бір адамнан гөрі тұтас көзқарас, яғни табиғатты бағындыруға, пайда үшін құртуға және де бейім түсінік айыпталады. Осы арқылы шығарма оқырманды ойға қалдырып, ішкі қынжылыс сезімін тудырады. Автор идеясының айқындалуы. Автор негізгі идеясы табиғат пен тіршілік иелеріне немқұрайлы және қараудың соңы орны толмас өкінішке әкелетінін көрсетеді. Құлан бейнесі еркіндіктің тазалықтың символы ретінде алынған. Ал оның қазасы сол еркіндіктің адам қолымен жойылуы. Нұрманов бұл шығармада адам өзін табиғаттың қожайын емес, бір бөлшегі ретінде сезінуі керек деген ойға алдандырды. Автордың идеясы оқырманға үнсіз, бірақ өте әсерлі тілде жетіп, жауапкершілік пен адамгершілік туралы терең ой қалдырады. Роман тарихи тақырыпқа арналған 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс Торғай аумағында көрсетілген. Басты кейіпкер Құлан, Амангелді Иманғали, көтеріліс бастаған сарбаз, бұрынғы батыр. Кейін жаңа үкіметті мойындамай, өзін жалғыз сезіне бастады. Шығармада дәстүр мен жаңалық, қоғамдық өзгерістер мен жеке адамның тағдыры арасындағы көрсетілген. Құлан тек қана батыр емес, өзінің идеясы мен арман үмітімен адасқан адам бейнесі. Оның тағдыры жеке адам мен қоғамның өзгеру арасындағы қақтығыс. Романда Құлан ішкі жан дүниесі, ерлік пен әлсіздік, сенім мен күдік сезімді көрсетілген. Кітап нақты бір адам туралы, өмір баяндау туралы емес, ол жерде тарихи оқиғалар және кейіпкерлер туралы.
кітап нақты бір адам туралы өмірбаяндық шығарма емес. Тарихи оқиғалар мен кейіпкер бейнесі арқылы жалпы адамдық, әлеуметтік және тарихи мәселелерді зерттейтін көркем роман.